Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өзім арықтауға пайдаланып жүрген ас мәзірлерінің бірін ұсынғым келеді. Егер сізді осы тақырып қызықтыратын болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ПП таңғы ас дайындаймыз. Ол үшін 2 ас қасық сұлы жармасын, 1 жұмыртқа, шымшым тұз, 1 ас қасық какао және 50 мл сүт құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Құймағымызды майсыз табада 2 жағынан қуырып аламыз. Бананды турап аламыз. Жұмсақ сүзбеге 1 шай қасық бал араластырамыз. Дайын болған құймағымыздың жартысына сүзбені жағып, үстіне банандарды салып шығамыз. Таңғы асымыз дайын болды. Таңғы ас пен түскі ас арасында 20 грамм грек жаңғағын пайдаланамыз. Түскі асқа жасымық сорпасын дайындаймыз. Ол үшін 1 ас қасық майға пиязымыз бен сәбізімізді турап қуырып аламыз. Қуырылған пияз бен сәбіздің үстіне туралған картобымызды саламыз. 200 грамм жасымық саламыз. Дәміне қарай тұз қосып, 300 мг су құйып, 30 минуттай пісіріп аламыз. Дайын сорпаны блендермен езіп аламыз. 300 грамм өлшеп, тарелкаға құямыз. Бір тілім қара нан қосып, түскі асқа пайдаланамыз. Түскі ас пен кешкі ас арасында жұмсақ сүзбе жеуге болады. Енді кешкі ас дайындауға кірісеміз. Кешкі асқа салат дайындаймыз. Ол үшін құстың төс етін 1 шай қасық тұз қосып пісіріп аламыз. 70 грамм капустаны тураймыз. Піскен құстың төс етін уақтап тураймыз. Бір жұмыртқаны уақтап турап, үш қасық жүгері салып, ірімшікті үккіштен өткізіп, 2 ас қасық қаймақ қосып, дәміне қарай тұз қосып, ас көк қосып араластырамыз. 200 грамм салатты өлшеп, тарелкамызға салып аламыз.
Айналасына қызанақ пен жұмыртқаны турап қоямыз. Кешкі асқа салатымыз дайын болды. Арықтауға пайдаланып жүрген ПП ас мәзірлерінің ішіндегі бір күні осындай. Алдағы уақытта басқа да ПП рецепттер көргілеріңіз келсе, видеома лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Менің видеоларымды жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Гүлнұр, назарларыңызға рахмет.